Ассалаумағалейкум достар. Біз қазір жекпе-жек сарайынан келдік. Қазақ күрес залы не үшін деп ойлап отқан шығарсыздар. Енді қазір бүгінгі біздің қонағымыз қазақ күресінен әлемнің 2 дүркін чемпионы, Қазақстандағы қазақ күресінен ұлттық құраманың бас жаттықтырушы Ерлан Естек ағамызға келдік. Ассалаумағалейкум Ереке. Уағалейкум ассалам. Көргенімізге қош көрдік. Кәдімгі тұрыңыз сұсты екен, кәдімгі сұхбат алуға келгенде қорқып тұрмын. Бір сұрақ қоюға, артық сұрақ кетсе мына жақтан жамбасқа салып жібере ма деп. Ондай әдетіңіз жоқ қой? Жоқ, ондай әдет. Артық сұрақ, былайға ондай не қылмайсыз ғой? Жоқ. Ереке, енді сізді қазақтың азаматы ретінде қазақ күресін дамытып жүр деп, қазақ баласы, қазақ батырысы деп, бүгін өзіңізден бір сұхбат алайық. Алла қаласа осы жақында Түркістанда үлкен бір дода болайын деп тұр. Тұран барысы. Соның алдында енді біздің қазақ күресі жайында бір кішкене айта кетсек, оған дейін бірақ әрбір батырдың өзінің туған жері болады. Өзіңіздің бір осындай бір Ерлан Естек деген ағамызды дүниеге алып келген туған жері қай жер? Айта кетейік, менің туған жерім бұрынғы қазіргі Қостанай облысы, Жангелді ауданы, Жаркөл ауылында 82 жыл дүниеге келгем, қыркүйектің 5 күні. Енді жаңа қазақ күресіне келетін болсақ, қазақ күресінде жаңағы Тұран барысына палуандарымыз дайындалып жатыр. Әрқайсысы өз еріктерімен, өз үйлеріне дайындалып келеді, жекпе бапкерлерімен. Оның алдында оқу-жаттығу жиынын жасаған жоқпыз. Оған кеше ғана олар Атырау қаласында чемпионат Қазақстан болған. Сонда дайындалып, сол жерде өнер көрсеткен палуандар барлығы. Одан кейін қазір бізде Тұран барысынан кейін Лезде ноябрьдің 4-5 күндері бізде үздіктердің үздігі дала қырандары деген өзімізде жарыс өтеді. Ондағы жарыста жеңгендер әлем чемпионатына күресуге жолдама алады. Енді айта кететін болсақ, бұл жерде жаңа қалай келдіңіз дейсіз ғой. 2-ші класс оқып жүрген кезде как раз үлкендердің үйірмесі өтеді. Сол үйірмеде ауылдан ДК дейді ғой, клуб. Сол клубтың дом культураның есігі терезесіне біз түстен кейін сабақ оқимыз. Түстен кейін шығып, жаңағы класстастармен бәріміз жаңа терезеден қараймыз андай. Не болып жатыр? Сырт қараңғы болғанмен жарық қой. Ана күнде көріп отыратын. Сөйтіп бір күн отырып едім. Әкемнің ағасы бар, Кекбай деген кісі, ол бізде ауылда главный инженер жұмыс жасайтын. Сол көріп қалдық енді, қонаққа ма или жұмыстан қайтып келе жатыр екен де. Сосын, балам не істеп жатырсың? Кіріп мына күресейін деп кіргізбейді екен мына жерге. Жай ауыздан шығып кетті. Жай. Енді қызығушылық бар, бірақ содан жүрді барып, есін қағып, жаңағы ол кезде жаңағы ең бірінші жаңағы ұстазымыз сол кезде Қуанышбек деген ағайымыз. Ол кісі негізі өзі мектепте мұғалім, химия пәнінен мұғалімі. Өзі еркін күрестен спорт шебері ол кісі. Сол кісіге алып барып бірінші. Ол кісі сөйтсем ол жерде ең кішкентай жылғылар 80-ші жылғылар екен. Мен 82-ші жылы 2 жылдан кейін сонымен жаңағы кісі енді алдым алды содан барып жаңағы келіп күнделікті кіріп жаңағы жаттыға бастадық енді. Содан барып ары қарай басында жаңағы еркін күреспен бастадық ауылда. Ол кезде еркін күрес болды ауылда. Қазақ күресі деген жоқ? Қазақ күресі де болды. Одан кейін жаңағы грек-рим күресі. Сол күрестер ауылда болған. Неге міндетті түрде осы жаңағы қазақ күресін таңдадыңыз? Қазақ күресін таңдадыңыз? Бұл жерде айта кетейік, енді ауылда бізде Қазақстан еңбек сіңірген жаттықтырушы, жаңа айта кеттім ғой, Қазақ СРО-ның спорт шебері, қазақ күресінен бізде Қонысқара Нұрғалиев деген әкеміз десек те болады, ағамыз үлкен кісі. Сол кісі негізі елде, ол кісі өзі жаңағы үшкемпіріппен бір группалас болған кісі. Сонда атамыз ғой енді, сол кісімен группалас болған. Енді ол кісі жаңағы спорттың жалғыз күрес түрі емес. Жүгіріс, штанга, одан қалды жаңа волейбол ойын өте керемет ойнайтын енді. Сол біздің ауылдың бүкіл спорттың енді аға буынымыздың бәрін сол кісі баулыды солай. Азарт. Сонымен ауылда ешқандай бос бала жүрмейтін. Бәрі кетіп бара жатқан кезде үйінің қасынан өтіп баратсаң шақырып алып гір көтерісіп қойды, турникке тартқызып қойды. Болмаса күресте. Сонымен басталды солай. Сол кісілердің жаңағы ауылда фанатизмі или азарты ма сондай ауылдың балаларын
біреуін босық жүргізбейтін. Көшеден ұстап алып үйіне алып тартып шықпайтын. Әрбір нәрсенің өзінің бір кайфы болады ғой, былай айтқан кезде. Бір тамақ істесең жеген кезде, бір тойған кезде бір кайф болады деген сияқты. Күрестің кайфы қандай жерде? Ең бір күшті сезім беретін жер. Енді 20 жылдай күрестім ғой. Ол күрестің ең кайфын ол кезде басқаша түсінетін. Қазір басқаша түсінемін да. Күрес былай қарап тұрсаңыз, ол бір жағынан біз ойлаймыз тек мынау ал су, жыл су деп. Негізгі қазақ күресі ол бірінші мәдениет, екінші тазалық, үшінші жаңа қазақ тілі, ұлттық енді ұлтқа деген жанашырлық, ұлтжандылық деген енді ұлтқа қызмет етуді үйрететін құралдардың бірі енді әрине бұл қазақ күресі енді дене несіне байланысты. Енді құр енді былай айтып отқан кезде мәдениетті құрал десек те болады да енді. Қазір енді жаңа айтып кеттім ғой. Қазір енді солардың бәрін игергеніме сол кезде қазір енді сол кайфты енді істеп отырмын да қазір шын айтайын. Еңбектің бәрі жылмен келетін де. Чемпион болу оңай дейді ғой. Ол шынында да оңай. Бір турнирді ұтып алдың, сен чемпионсың. Бірақ одан кейінгі жылдары сен оны ұта алмасаң, ол сол қиын да негізі. Енді келеді спортсмендер көп қой. Бабында келеді, бір жарысты ұтады, содан кейінгі жарыс 20 жарыс ұтылады да. Ойлайды, мен болдым-ау дейді де. Ондай емес та, негізгі кайф өз-өзіңді жеңе білгенде да негізі. Енді сіздің бір жеңістеріңізге әрқашан бір айтады ғой, баласы жарысқа шықса, ата-анасы тақымын қысып отырады деп. Сіздің ең бірінші жеңіске жеткен сәттеріңіз бар, ең бірінші қобалжу бар, залға келгендеріңіз бар. Сол бір сезім әке-шешем бойына өтеді ғой, әрбір жарысқа шыққан сайын. Мен де ұлым андай каратэге баратынды ғой. Бұрын сезбейтінді ұлым. Ең бірінші апарып жүрген кезде бір жарыстарға, додаларға түсіп, өзімен қатар балалар ғой енді. Олардың да бір ударлары қатты емес. Бірақ сонда да жеңсе, жеңілмесе, ұрса, тигізсе деп, маяқта өзің төбелеске шыққанда жүгіріп жүресің шаршалаңның мына жағында. Сіз үшін сағат тақымын қысып отырған әкеміз, анамыз, олар қалай осы күреске келгеніңізді қалай құттықтады? Енді бұл жерде қалай айтса болады, енді жаңа кішкентай кезімізде енді ауылда барлық бала күресті деді ғой. Сол кезде енді айтатын жеңіліп қалған кездерде енді ұят болды. Сен анаң баласына жеңіліп қалдың деген сияқты. Содан енді сондай кездер болған. Бірақ енді одан кейінгі жылдары енді өзі есейе бастағаннан кейін уже біз профессионалмен айналыса бастағаннан кейін ол кісілерге жеңсең қуанады, жеңілсең ештеңе етпейді деген сияқты. Уже күнделікті бір шаруалар болып кетті да. Келесі жарыс бар деген сияқты. Ереке қазір мына жақта енді шәкірттеріңіз дайындалып жүр ғой залда. Мысалға жарысқа, додаға шығатын кезде біз балаларымыз айтамыз ғой, әкелеріміз сияқты, жеңіліп қалма деп ше. Жақтынасынан ұр деген сияқты, болмаса қадап жібер. Барынша жат істеп ал деген сияқты, барынша бір анда мотивациямыз береміз. Жігіттерді қалай қарайсыз өзіңіз? Енді бұл жерде қалай оның түрлері көп та. Мысалы, тәсілдері көп. Енді әр балаға әртүрлі подход дейді ғой. Мысалы, біреуі психологически енді тұрақсыз болады, біреуі жақсы тұрақты болады, бірақ енді ол мықты тұрақты болғанмен күресте қателіктер көп жіберіп қояды деген сияқты. Бұның адаммен жұмыс істеу өте қиын ғой. Енді одан кейін бұл өзі жылдап келетін нәрсе да, адамның психологиясы да. Сенің айтқан екі сөзің ол мықты болып кетпейді ол. Ол әр жарыста әртүрлі мысалға настрой бар, әртүрлі қарсыласқа қарсы енді оның жаңағы әлсіз жақтарын айтады, қорғаныстарды айтып, былай істейсің деген. Көп енді әр балаға подход әртүрлі ғой. Енді бір сұрақ болсын, Ереке, енді біз енді спорт таңдаған кезде әрқайсымыз әйтеуір ортада жүрміз дейміз ғой, ал қазақ күресі жас балалардың бойына қандай бір қасиеттер тәрбиелейді? Қазақ күресі енді жалпы негізі біз енді спорт деп аламыз ғой. Негізі қазақ күресі қазақтардың ішінде бұл мәдениет. Мен өзім солай түсінемін. Бұл жерде ешкімді ұрмайды. Бұл бой бесіп алсақ марда бойы емес, зақым келтірмейді. Бірақ зақым келтірмей тұрып, бірақ адамды шыңдайды.
физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда, және де бұл қазақ күресінде мықтылық та бар, төзімділік те бар, ептілік те бар. Енді ойлау қабілеті деген енді әр спортта әртүрлі дамиды. Оның ішінен қазақ күресінде тоже мықты дамуға өте баланың мықты болып өсуіне, тұлға болып өсуіне мықты жаңағындай әсерін тигізеді. Алдағы додаларда, ел чемпионатында, әлем чемпионатында, алла қаласа бір үлкен дода олимпиадаға шығып жатсақ, олимпиадаларда осы қазақ күресімізді шарықтататын үлкен азаматтар болсын. Алла разы болсын. Рахмет, рахмет. Құрметті достар, біз Ерекеңмен бүгін сұхбатымызды осылай аяқтадық. Бұйырса сіздер де осында залға келіңіздер, маңдайдан терді шығарып, бойына қанның қызуын тулатып, осында спортқа келсеңіздер, сосын жаңағыдай қазіргенде Ерекең айтты ғой, басты проблемамыз үйдегі балалардың сол әлжуаз болып баратқаны, бір бұрышта отырып телефон қарап отырғаны, болмаса жаңағыдай сіздің тәрбиеңіз жетпей жатса, осындай залға алып келсеңіздер, залда осындай Ерекең сияқты мықты азаматтар бар, сіздердің ұлдарыңызды, жігіттеріңізді үлкен азамат болып тәрбиелейді.